Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз эволюцияның қозғаушы күштері табиғи сұрыпталу нәтижесіндегі бейімделу. Эволюциялық процестері өзгергіштіктің рөлі, табиғи сұрыпталу және олардың формалары. Тірі табиғаттың тарихи даму жолдары, оның қозғаушы күштерін айқындап көрсететін эволюцияның ғылыми теориясын ағылшын жаратылыс зерттеушісі Чарльз Дарвин құрастырған. Дарвиннің эволюциялық ілімінің қалыптасуына сол кезек бірқатар қоғамдық эволюциялық жағдайлар мен ғылыми мәліметтер қозғау салды. Англиядағы ғасырдың алғашқы жартысында өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қарқынды дамуы ғылымның дамуына жол ашты. Жергілікті мамандар қолдан сұрыптау үй жануарларының жаңа қол тұқымдары мен порода мен өсімдіктің жоғарғы өнімдері іріктемелерін сорт шығара бастады. Мұндай жаңа формалардың алынуы тірі организм түрлерінің тұрақты емес өзгеретіндігін дәлелдеді. Ұлы ғалым туралы бұл жерде Дарвиннің эволюциялық ілімінің қалыптасуына бұл мәселелермен қатар оның табиғат зерттеушісі ретінде 5 жылға созылған жер шарын айналу саяхатында өз көзімен көріп жинақтаған материалдары негіз болды. Чарльз Дарвин 1809 жылы дүниеге келген, 1831 жылы табиғат зерттеушісі ретінде жер шарын айналу саяхатына шыққан. Саяхат кезіндегі байқауларына байланысты Дарвин түрлер өзгермейді деген пікірге күмәндана қарап, оның дүниені тануға басқаша көз қарасы қалыптаса бастағанын көрген. Оңтүстік Американың жер қабаттарының табылған енжар аң қаңқасының қазір де сол жерде тіршілік ететін түр дараларының қаңқасына ұқсайтынын анықтап, олардың туыстығы бар деген болжам жасайды. Дарвин үшін Галапагос аралдарынан жиналған материалдардың орны ерекше болды. Мұнда бұрын еш жерде кездеспеген кесіртке, тасбақа және құстардың түрлері табылған. Олардың оңтүстік америкалық түрлерге біршама жақындығы да байқалды. Аралдардағы қуанақ түрлері тұмсықтарының құрылысымен ерекшеленеді. Өйткені олардың бірі қатты тұқыммен, екіншісі жәндіктермен, ал үшінші біреулері гүлдің шырынымен қоректенген. Ендеше бұл қуанақтарды Құдай әр аралға бейімдеп жаратты деп айтуға орынсыз болар. Олардың ата тегі Америка материгіндегі қуанақтың бір түрі болуы мүмкін. Тек қорек заттарына қарай бейімделе келе тұмсықтары өзгерген деп болжам жасайды. Табиғи сұрыптаудың пайда болуы саяхат кезінде жинаған материалдарына талдау жасап, қорытындылау нәтижесінде 1859 жылы дүние жүзіне әйгілі болған табиғи сұрыпталу жолымен түрлердің пайда болуы деген еңбегі жарыққа шығады. Дарвин бұл еңбегінде органикалық дүниенің органикалық заңдылықтарын түсіндіретін эволюциялық теорияны жариялайды. Ол 1868 жылы шыққан үй хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің өзгеруі деген кітабында тірі организмдер үнемі өзгерісте болады, оған адамның өзіне пайдалы қол тұқымдар мен іріктемелер шығаруы дәлел, дейді. 1871 жылы адамның шығу тегі және жыныстық сұрыптау деген еңбегінде Дарвин адамның жануарлар дүниесіндегі орнын дұрыс көрсетіп берген. Келесі қолдан сұрыптауға келетін болсақ, органикалық дүниенің тарихи даму заңдылықтарын ашуда Дарвин ең алдыменен үй хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің көп түрлілігіне назар аударған. Мұндай көп түрлілік қалай пайда болды деген сұраққа оны қатты ойландырып қойған екен. Кейбір мәліметтерге қарағанда, адам өте ертеден-ақ тұқым алып көбейту үшін жануарлар мен өсімдіктердің мол өнімді немесе басқа да жағымды қасиеттері бар түрлерін сақтап қалып отырған. Ол қасиеттер тұқым қуалау нәтижесінде ұрпақтан ұрпаққа беріліп, адамға пайдалы белгілері бар жануарлардың жаңа қол тұқымдары мен өсімдіктердің іріктемелерінен алынған. Дарвин жасанды сұрыптаудың нәтижесі деп тауып, оның екі формасын анықтаған, яғни мақсатсыз әдістемелік сұрыптау деп. Мақсатсыз сұрыптау адамзат тарихында мыңдаған жылдардан бері жүргізіліп келеді. Мұнда адам үй хайуанаттарының етті және сүттілерін
тұқымдыққа алып өсіріп отырған екен. Сол сияқты өсімдіктер де жәндіктер, жемістер ірілерін таңдап алып егуге пайдаланған. Осындай сұрыптаудың нәтижесінде күні бүгінге дейін жануарлар мен өсімдіктердің жағымды қасиеттері бар алуан түрлі формалары сақталып келеді. Әдістемелік сұрыптауға келетін болсақ, бұл кезде жаңаға адам саналы түрде алдына мақсат қойып, арнайы бір бағытқа сай қол тұқымды немесе іріктеме шығаруды көзеп сұрыптау жүргізеді. Қолдан сұрыптау нәтижесінде ата тегі бір жабайы организмдерден адамның талабына сай өзгертіледі. Тұқымдар мен іріктемелер алынды. Олар бірсе ата тегіне және өзара ұқсамайтын жаңа формаларға айналып отырды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.